Қатқын Ринат Зайытовпен. Тырнақшаның ішінде деп айт. Жоқ, тырнақшаның ішінде деп мен кеше айтатын едім, алдыңын айтатын едім. Парламентке жетуге неғұрлым оңай мүмкіншілік іздегенімді сатқындық деп пайымдайтын, ойлайтын, солай бағалайтын адамдар болатын болса, мен не деймін олар? Қосановпен бірге сатқындық жасады деген, одан кейін абыройда тырнақтап жүріп әреңтердің жинадың емес пе? Енді келдіңде кеше қайтадан шелектеп төге салды. Олар маған қарай ма, қарамай ма, маған маңызды емес ол. Менің өзімнің айқын мақсатым бар. Ренато көңілмен келмесін. Бірақ күнде жаңағы партияның съезіне қатысып кеп, сен де сол жаңағы партия сияқты сөйлейтін болып кеттің ба? Не айтшы дәке? Енді жаңағы сөздерді мысалға билік айтады. Ойбай Ринат сатқын, анау-мынау деп жатқан адамдардың ар жағында өздерінде түсінік жоқ та, нені көксеп отыр? Менен президент жасамақшы ма? Боламай мен президент. Алтынды қиға орасаң да, қиды алтын орасаң да қисасиды. Әне жерге барып, о жерде жалтырап барып, жалғыз өзің кіріп соларды өзгіріп жүрем дегенге мен сенбеймін. Енді қазір неге мынау бұлай, неге бүйтті, неге сөйтті демей тұра тұрсыншы. Сайлау бітсінші, мен көрейінші осында результат не болады. Өзіме де қызық болып тұр не болады. Екеуі бірімен бірі ерегесіп қалса, Ақорданың ішінде Қытайша ұрысса. Дәке, андағыңыз ұят болады енді. Сонда орысша сөйлегеннің бәрі қылмыскер ме не? Армысыздар, кеші жарық, ешкісі арық ағайын, бұл не дейді арнасы. Мен Думан Мұхаммедкәрім, бүгін ақпанның 8-і 21 сағат 13 минут. Тікелей эфир ақын Ринатпен, тікелей эфир сатқын Ринат Зайытовпен. Тырнақшаның ішінде деп айт. Жоқ, тырнақшаның ішінде деп мен кеше айтатын едім, алдыңын айтатын едім. Енді Ринат, бауырым, біріншіден енді рахмет. Сөзімді жерге қалдырмай, кешегі видео үндеуіме өзіңе қаратқан жауап беріп, сұхбатқа келіскеніңе кешкі сағат 9:30 болса да айту бастадық қой. Енді 9:30 болуына менің күнәм шамалы шығар. Иә, енді мен кешігіп келдім. Мен сіз айтқандай 7-тен осында болдым. Енді сонымен енді сол жаңағы сатқындан бастайық. Сатқындық жасадың ба, не болды? Енді оны кез келген нәрсені әркім өзінше таразылайды, өзінше түсінеді, өзінше қабылдайды. Егер менің парламентке жетуге неғұрлым оңай мүмкіншілік іздегенімді сатқындық деп пайымдайтын, ойлайтын, солай бағалайтын адамдар болатын болса, мен не деймін оларға? Біреуге қазір бірдеңе дәлелдеп, ол былай емес деп айтудан мен шаршаған адаммын. Бірақ нақтылы фактымен келетін болсақ, әр нәрсеге мысалы. Енді таразылайық. Өзіміз бірге осы отырып өлшейік. Біріншіден сайлауға қыруар қаржы керек. Оны жақсы білесіз. Өзіңізде кандидаттыққа ұсынып жатқан адам ретінде өзіңіз де білесіз. Екіншіден оған өте көп ресурс керек. Бақылаушыларың бар, сенімді өкілдерің бар. Және мен оны айтып жүрген биыл емес, осы уақытқа дейін қақсадым. Мен бір партия керек болатын болсам, өздігімнен бармайым дедім ешкімге. Өйткені өздігімнен баратын болсам, бәрі шығады. Мынау арандатушы, мынаны банау жіберді, мынауын жіберді. Ол әңгімеден де өткем, шаршағам. Сосын күттім, кім шақырады екен? 2020 жыл ма? 20 жыл ма парламент сайлауы болды? Сол кезде ЖСДП ғой қазіргі. Соның атқарушы төрағасымен сөйлестік отырып, ол кезде жалғыз болған жоқпыз, тағы да біраз белсенділер болды. Әлдерде болды ғой деймін сол жерде. Сол кезде осы әңгіменің басы басталған, олар мені партиясына шақыртты, жаңа бізбен партияда ол, анау-мынау деп. Мен айтты, жоқ. Егер сіздер маған кепілдік берсеңіздер, біз тиесілі дауыс жинаған жағдайда жоқ дегенде 5 депутат өткізе алатын болсақ, соның біреуі сен болатын деген кепілдік беретін болсаңдар, онда мен көмектесейін сіздерге дедім. Бұл енді жұмыс қой, былайша айтқанда. Қазір енді мен әдейі партияның атын айтпаймын, себебі өткенде біздің партияның бір мүшесі осылай телеарнадан, әлеуметтік желіден айтып қалғанда наразы топтар пайда болды. Олар агитациядан бұрын бастап кетті, өздерінің билікке жақындығын пайдаланды деп. Мен енді барып жатқаннан кейін ол жаққа бармай жатып зиян тимесін. Бірақ енді ол биліктің партиясына ешқандай зиян тимейтін шығар. Олар күні-түні теледидарда сөйлей береді. Оны қазір келеміз оған. Қалай екен жағдайдың менің түсінігімдегі.
Сондықтан мен партия деп қана айта берейін. Ертең біреуге зиян тиіп жүрмесін. Өзім енді барып жатырмын. Менің де мақсатым айқын. Алдағы тілегімді ешкімнен жасырып отырған жоқпын. Біріншіден менің ең үлкен мақсатым ол елдің сөзін жеткізетін мінберге баруды. Ресми кәдімгідей тұлға болу сол жерден айту. Егер жоқ осыны мен айтам, менде міне осындай өтетін мүмкіндік бар, Ринат сен маған көмектес десе, мен кез келгеніне көмектесуге дайын едім. Бірақ ондай көмектің не болатынын 2019-да бәрі көрді, дұрыс па? Мен тағы да біреудің қылмысын мойныма арқалағым келмейді. Енді өзім ұмтылып отырғанда осындай жеңіл жол іздеп оны тауып қайталап айтам, мен қажет деп, Ринат кел десе, жақсы әрқайсының өзінің есебі бар шығар дейік. Бірақ шақырғанға бармасаң, шақырғанға зар боласың дейді. Оңай жол, жеңіл жол өте көп көмек болады, өйткені партия деген қанша деген ұжым ғой ол. Ұжым ода сарқылса да енді ресурсы өте көп, үлкен. Ал енді осы жолға өзім барған кездегі байқағаным барлығынан осы партияның мүшелерінен қорқыныш бар. Себебі осы уақытқа дейін ол партияның беделін түсуіне көптеген адамдар жақсы жұмыс істеді, жақсы ықпал етті. Ендігі олардың менің түсінігімдегі есебім бізді шақырып отырғаны мен деп қана айтпаймын, бірталай жігіттер бар, пікірлес, ойын ашық. Партияның беделін көтермек. Иә, партияның беделін көтермек. Бірақ бізде оған қарсы шықпай келісімге барып отырғанымыз, біздің де айтып отырғанымыз, егер бізде партия тізімінен орын табылып, біз парламентке барылатын болсақ, онда осы партияның жыртысын жыртып, машақатын көтеріп, ертең оны халықта оңдырмайды, жаңағы сатқын дегеннен басталады. Бүкіл осы уақытқа дейін сол партияның төрағасы болған, атқарушы хатшысы болған адамдардың істегенінің барлығына біз өзімізше жауап табуға міндетті боламыз. Қараңыз енді, осыны сатқындық деп бағалауға бола ма, болмай ма? Егер мен өзімнің, мына жерде менен басқа ешкім ұтылмайды. Партия да ұтылмайды, оппозиция да ұтылмайды, мен ғана ұтылуым мүмкін. Енді өзіңнің ұтылатыныңды біліп тұрсаң, неге бардың онда? Басқа қандай? Ринат Заитов кезінде Қосановпен бірге сатқындық жасады деген, одан кейін абыройда тырнақтап жүріп әрең тердің жинадың емес пе? Енді келдіңде кеше қайтадан шелектеп төге салдың. Қараңыз енді, дәке. Менің барып отырған, менің қазіргі партиядан көріп отырған адамдарым, олар жаңа адамдар. Олардың да айтып отырған осы әңгіме. Енді қараңыз, бұрын кім болды төрағасы ол партияның? Жоқ, ол төрағаның ауысқаннан қазіргі төраға да жаңа адам емес. Бұрыннан сол жүйеде жүр. Ал? Бұрыннан ол жүйеде тек қана жаман адамдар жүрді ма? Енді жақсы адам жүретін болса біреуін айтшы. Қайсысы жақсы адам болды? Асхат Аймағамбетті айтайын. Ал? Не жақсылық өтті? Білім министрі болып тұрғанда қазақ тілі мектептерін көбейтем, бүйтем деп шапқылады, ары шапты, бері шапты, орта жолда шауып тастады. Бірінші сыныпта орыс тілі мен ағылшын тілін оқытпайтын алып тастаған. Қажеттісіз ба біздің ұлтқа, тілге? Қажетті ма, қажет емес пе осы? Ал жақсы, о кісініден басқа. Ал жақсы. Саусақтан санап 5 саусақты толтыра аламыз ба? Толтырамын мен. Болған, жүйеде болды, жүрді, барынша үлес қосқысы келді. Иә, оларға да жұмыс істетпеген жері болды, бірақ емін тапты да жолын тапты. Ал енді сіздің айтып отырғаныңыз, жаңағы неге бұлай барасың, биліктің партиясы, бұны ашығын айту керек. Екі-ақ жолы бар да. Қазір қалай дегенмен де, біз қанша дегенмен жаңа билік орнап жатыр. Қандай билік орнайды? Бұл бұрынғы режимнің жалғасы бола ма, жаңа режим бола ма, оны да қалыптастыратын жаңғыз адам емес дәке. Ринат, күні кеше ғана жаңа жарайды партияның атын айтпай қояқ. Жыны қосқан кезде аты жаман партия дей салайыншы. Ал. Аты жаман партияны күні кеше ғана өзің жерден алып жерге салдың, сынадың. Назарбаевты да, Тоқаевты да сынадың. Енді бір-ақ күннің ішінде қалай өзгеріп шыға келдің? Енді мен шақырып отыр, кел, ал сен айтқанда сондайсың ғой, өзің өзгертші келіп деп тұр. Солақ па? Солақ. Жоқ, шынында ат басындай алтын береміз дедім, қызмет береміз дедім, депутаттың креслосын айырбастай салдың ба халықтың мүддесін? Мен неге айырбас ол? Депутаттың креслосы маған сол халықтың мүддесін қорғау үшін керек нәрсе ол. Мен егер оны жасырмаймын, осы уақытқа дейін кандидатураңды алып тастасаң, ақша береміз деген адамдар да болды. Оның межесін де жасырмаймын, 200 мың долларға барып тірелдім мен одан кейін қойындар. Жоқ, ондай маған да болды. Ал, егер маған ақша керек болатын болса, мен неменең бар басын бәйге кетіп. Егер маған қызмет
байитын орын керек болатын болса, мен 2 жыл бір театрды басқардым, ол жерде де ақша аз емес. жоқ қазір де кедей адам емессің ғой енді шындығына келгенде. Тәуба, Құдайға шүкір. Иә. Мен қазір үйім бар, бала шағам бар, бала шағамды таситын машина бар, айлығым бар, жұмысым бар. Одан артық не керек маған? Ең басты халықтың сенімі бар еді, соны шашып тастадың ба? Келісесің? Мен өйтіп ойламаймын. Неге? Себебі қараңыз да, біз халықтың сенімі деп немен өлшейміз? Интернеттегі комментариймен өлшейміз. Дұрыс қой? Көшедегі пікірмен де есептеуге болады. Көшедегі пікір деген не? Біз осы онлайн аудиториямен тірідей аудиторияны ажыратып алайықшы, дәке. Мен сізге мынандай нәрсені айтайыншы, сіз білесіз, бақылауда болдыңыз. Ресми жарайды. Президент сайлауына сайлаушылардың 77% қатысты деді, сондай ресми. Ал енді менің өзім сенетінім ол бақылаушылардың ақпараты. Арайлым Назарованың берген ақпараты бойынша неше процент қатысты сайлауға? 30-ға толмайды. 18. Анығын айтатын болсақ. Ел бойынша 28-30 деді, ал Алматыда одан төмен. Ал жақсы 30 болсын. Иә. 30 болсын. Бердік. 12 миллионға жуық сайлаушы бар бізде. 11 миллион 975 мың ба сондай бар. Қалған оның 30% қанша 12 миллионның? 3 миллион 600 мың ба? Қалғанын не істеді, қайда болды? Қарсымыз деп келіп неге дауыс беріп кетпеді? Жоқ. Ол жерде бүкіл ел болып өзің қосылмасаң қосылмаған жерсің, бойкот жариялаймыз дедік, бармаймыз дедік. Жаңағы бармаған 70% электораттың бұл Тоқаевқа қарсы дауыс деп есептеу керек. Орыстарда референдумда. Орыстарда бір жаман сөз бар. Молчание знак согласия деген. Үндемей келіскенмен бірдей бойкот деген. Мен алдыңғы бойкотта да айтқам. Барып бірдеңе істемейтін болсаң іс бітпейді. Жоқ, ол сенің ұстанымыңда бойкот дұрыс емес шығар. Ал халықтың негізгі оппозициялық күштердің барлығы ақылдаса келе, кеңесе келе бойкот дұрыс деп шештік. Нендей нәтиже берді ол? Ештеңе нәтиже берген жоқ. Ал, демек, алдындағы менің айтқаныммен сіздер келісуге мәжбүрсіздер. Яғни сонда тұра тұр, Ринат. Ешқандай нәтиже бермейді, бойкот нәтиже бермейді, көшеге шыққан нәтиже бермейді, оппозициялық партияға қосылған нәтиже бермейді, интернетте шулаған нәтиже бермейді, яғни аманаттың барып кешірім өтініп байқаусызда айтып қойдым. Жаңағы партияның барып астына түсуіміз керек болса? Ол неге астына түсу? Енді қалай қабылдаймыз? Астына түсу. Мен мысалы өзім бара жатқанда оны мынандай ант су ішіп отырған жоқпын ғой. Мен болды, сіздердің жыртыстарыңызды жыртам, мен осының айтқанымен ғана жүремін. Жоқ, ол жерге барып мен кеше 5 каналыма сондай келіп интервью алды, жаңағы неден кейін, съезден кейін. Съезден анау сұрады, мынау сұрады. Біреуін телеарнадан ешқайдан көрген жоқ. Мен сол кезде айтқам, баратынды бірінші көтеретін мәселем тілдің мәселесі. Ол ешкім тапсырмас емес. Мен айтып отырмын ғой, маған Тоқта, осы жерде ескерте кетейін, ертең агитация жасады, Ринат өзіне өзін деп тағы да қағып тастауы мүмкін. Жақсы. Мен біріншіден ешқайда әлі барған жоқпын. Ол көңілде күмән жоқ емес, ертең мені пайдаланып сырып тастауы мүмкін деген. Жоқ емес сондай күмән менде. Мен бір 100% сеніп, бір жынды болып отырған жоқ. Яғни жаңағы партия орта жолда лақтырып кетуі мүмкін ба? Бәрі мүмкін өмірде. Өмірде бәрі мүмкін. Онда неге бар? Ал басқа айтшы, не істеймін? Ринат, мен айтайын. Кешелі бері маған телефон соғып жатқандар бар, хат жазып жатқандар бар. Ей, Думан надан деп жатқандар бар. Ринатты ақтап, мақтап жүрген сен едің, біз сенбейтін едік, сол Қосановтың екіншісіне сен сендірдің. Енді былайша айтқанда сен Қосанов, мен Ринат Зайытов болып отырмын. Сол болып тұр сізге. Бірақ біздің айырмашылығымыз, мен ешқайда қашпаймын. Жоқ, шынын айтқанда олардікі дұрыс сияқты, сатқындық жасаған сияқты. Енді міне қара, ол кісілер айтады, қазір мен саған айтайын. Ол кісілер біз Ринатқа онсыз да дауыс берейік дегенбіз. Жалғыз мандаттықпен түсетін болсаң, 3-ші округ қой. 3-ші округта жоқ дегенде бір 70-80% жинайды деген елдің арасында сондай сенім болды. Аманат тағы да айтып қоямын. Жақсы, менің кесірімнен сол партияны лақтырып тастасыншы, риза болатын едім. Жоқ, сіз ол партияның мүшесі емессіз. Иә. Енді сол партия сенің беделіңді өзің алдындағын айттың ғой. Менің беделімді пайдаланып, өздеріне ұпай жинағысы келеді деп. Ал. Мен халықтың... Бұлай да ұтатын едің ғой сайлауды. Ал сіз ойлаңыз да, қазір міне декларация тапсырады. Дұрыс па? Иә. Айталық декларациядан менен бір 20 теңге тауып алу мүмкін ғой әрбір енді. Осы уақытқа дейін ұстаған карточка. Қазіргі қолданыстағы заң бойынша елдің ішіндегі есеп шот, ештеңе есепке алынбайды, ол туралы сұрамайды. Шетелде көлігің бар ма, үйің бар ма? Мен айтып алайыншы. Бірінші.
мен мысал деп айтып отырмын ғой, мысалы. Қандай да бір жолмен жаңағы мені сайлауға кіргізбейді стады делік. Не істеуім керек? Сотқа бер дейсіздер. Ананы істе. Уақыт өтіп жатыр ма? Уақыт өтіп жатыр. Сосын мен таңғаламын адамдарға, жалпы халыққа бір өкпем демесін, таңдансын. Бәрі президент жаман, үкімет жаман, ана оңбаған деген адамның бәрін жақсы дейді. Я, жарайды, жақсы дейді. Сонда олардың ойынша мен үйде отырып, сол сөзді ғана айта беруім керек па? Сонда мен сатқын болмай, мен батыр боламын да. Мен өзім бара жатырмын ғой, өзім әрекет етейінші деп. Не әрекет жасамақшысың сонда? Қара дәке. Өткенде ғана оқиғаны ала салайықшы, жерді алысқа бармай ақ қояйық. Мен не деп ренжідім жаңағы ана қыз Назымның әңгімесі болған кезде не деп ренжідім? Бір қазақта погон таққан жігіт жоқ па дедім, қазақтың қызының мұңын жоқ дейтін. Енді бізден көршілеріміздің айтып жатқаны анау, елшілердің айтып жатқаны мынау. Ана 100 бәленбай депутаттың ішінде осыны айтатын біреу жоқ па деп ойлаймын. Егер жоқ болса, соны айтатын адам мен болғым келеді. Ринат, қарамыз жоямыз деп мықтылар барып қосылды ғой сол биліктің партиясына. Бекболат Тілеуханды айт, кешегі Айдос Сарымды айт. Айдос Сарымды көп көрім опай жинап жүрген саяси сарапшы ретінде абыройлы жігіт еді. Барды да ана креслоға отыра салсын, сол жаңағы партияның ішіндегі ауа сасық деп ойлаймын. Ішін ескесе бітті, уланып, бас айланып, сөйтіп қалам деп ойламайсың ба? Жоқ, жақсы, қазір сенде жігерің жақсы екен, барамын өзгертем дейсің. Бірақ мынандай сөз бар ғой, алтынды қиға орасаң да, қиды алтынға орасаң да қисасиды. Әне жерге барып, о жерде жалтырап барып, жалғыз өзің кіріп соларды өзгертіп жүремін дегенге мен сенбеймін. Мен бірдеңе өзгертіп жіберемін деп отырған жоқпын. Онда неменеге барасам деп отыр. Сен істеп көрсейші алдымен. Аяғыңды салып көрмей судың ыстық суығын қайдан білесің? Көрсейші енді. Басқа қандай вариант алды? Басқа вариант қазіргі сіздердің айтып отырған варианттарыңыз көшеге шығайық. Сол басқа күрес не? Үйде отырып айғайлау ма? Мысалға, мен соңына дейін күресем дедім. Бүгін айту сотты жеңдім. Бір аптадан астам уақыт жүрдік. Меніңше бұл да бір жеңіс. Тіркелдіңіз ба? Жақсы, тіркелгем жоқ, мәлі, бірақ тіркелем деген үміт бар. Осыдан 3 жыл бұрын осындай мүмкін бе еді? Сонда енді келіп, Тоқаевта бір жақсы өзгерістері бар. Тоқаевтың арқасында 3 жылдың ішінде демократия пайда болды деген келем? Тоқаев деген президент. Президент деген ол механизмді бағыттаушы менеджер. Мемлекет деген механизмді бағыттаушы. Қараңыз енді. Кез келген президент шығып айта ма? Жеңдер, тонаңдар, халықты менсінбеңдер деп. Жоқ, оның міндеті айту. Айтты ма? Істей алмаған адам да. Істей алмаған адам. Екеуінің арасында айырмашылық бар шығар. Кез келген министр, кез келген әкім арқалана алады. Міне мен президент айтты, президенттің тапсырмасын орындап жүрмін. Және оған президент қой деп айтады дегенге мен сенбеймін, өйткені президенттің өзіне де абырой керек қой. Қой деп айтпайды оған. Істеймін десе. Бұл жерде не? Бізде қарапайым қазақтың Абай айтқан, одан бұрынғы ата-бабамыз айтқан қазақтың қарапайым пасықтығы да, көз тоймастығы. Мына комментарий, ойбай Ринат сатқын, анау-мынау деп жатқан адамдардың ар жағында өздерінде түсінік жоқ та, нені көксеп отыр? Менен президент жасамақшы ма? Бола алмаймын мен президент. Беттерін айтайын, бола алмаймын. Бізде былай ғой. Біздің елде, сосын мынау Ресейде сондай ой, пікір қалыптасқан. Кім билікпен ауыз жаласады, кім мемлекеттің жаңағы мүддесін сөйлейді, сол сатқын. Онда ал қарсы сөйлегендер мықты. Сол ғой енді жаңағы сасық түсінікті. Енді онда қарайық та. Кез келген жаңағы билікке қатысы бар жерге барған адамдардың бәрі жексұрын болатын болса, онда қазіргі оппозицияңыздың 99%-ні сіз пыстыңыз. Бұрын болған деген деген ба? Немесе енді барамыз деп отырғандар. Бәрін сіз пыстыңыз. Егер оған сенбейтін болса. Сосын айналаңызға қараңыз, кім қалады екен? Елдің мүддесін ғой. Ринат, бұл жерде айырмашылық былай ғой. Бұрын билікте істегендер болса да,
басқа партияларда болды, немесе жаңағы өзің барған партияның ішінде мүше болған жоқ. Олар министр болған шығар, депутат болған шығар. Дені. Жақсы Болат Әбілов болған екен сол партияның ішінде. Басқа кім? Оппозицияда Мұхтар Әбіләзов. Ол партияда болған жоқ. Отырып шықты. Ғалымжан Жақиянов болған жоқ. Ораз Жандосов болған жоқ. Сол режимнің жақсы министрліктерде қызмет етті. Үлес қосты ғой сол режимнің дамуына. Үлес қосқан кезде олар алысты іштей жүр. Сол үшін де отырып шықты. Шетелге қашты. Ал. Сосын? Енді олар... Неге қол жеткізді олар? Менімше жетістігі бар. Әрқайсының болса да. Қандай? Мұхтар Әбіләзов, мен мысалға Мұхтар Әбіләзов өзім қолдаушысы емеспін. Бірақ оны мойындауымыз керек. Халықтың саяси көз сауатын ашты. Халықты интернетке тартты. Митинг деген мәдениетті қалыптастырды. Әрбірден соң билік содан қорқады. Ол не нәтиже береді? Болат Әбіловтің де өзінің нәтижесі. Нәтиже бірден болған жоқ, бірақ қазір бар. Билік әлсіз. Сол әлсіздің арқасы оппозиция бірін-бірін аяқтан тартып қырқысып жатса да, барлығының қосқан үлесі билікті әлсіретті. Менің есебім сол. Демек, биліктің әлсірегенін сіз мойындайсыз, дұрыс па? Иә. Мен не айтып отырмын бағана? Әлсірегені жақсы емес пе бізге? Бізбен бірге құлат сол билікті. Құлату деген не сонда? Кетіру, чемоданын қолына ұстату, жіберу. Кімді? Солтүстік Кореяға немесе Ресейге. Үстіде отырған Тәбәріш Тәкәевті, Путинді жақсы көретін депутаттарды, күні-түні отырып Ресейдің сойылын соғатын министрлерді. Қараңыз, Дәке, көрдіңіз бе, сіз өзіңізде айтып отырсыз да, бір-ақ адам фамилиясын айтасыз, президент фамилиясы дейсіз, сосын анау, сосын мынау дейсіз. Сіз айтып отырған адамдардың ішінде қазір лауазымда жоқ болуы мүмкін. Мысалы айтайық та, министрлерді құрту керек. Мысалға Мусинді айтайық, ақпарат министрі. Жаңа цифрлық инфрақұрылым бет қалай еді өзі, аты бір ұзақ министрлік бір. Бәрімізді сатып жібердіңіз бе? $500 миллион төледі. $500 миллион ба? 500 миллион. Доллар төледі. Ресейдің ФСБ-сына алды да біздің мәліметтердің барлығын қолына ұстатты. Дұрыс па? Ал. Тағы кімді айтайын? Ал. Басқа министрлер. Біз соны алып тастайық, соны алып тастады дейді, мысалы осы. Жоқ, жетеді ғой, Ринат. Енді мен бағанадан айтам, жауап бермейсіңдер. Ұсыныс айтыңдар. Ұсыныс? Айтайын. Біргеміз, бүкіл оппозиция әрқайсысы өзінше күрес жүргізсін, билік, жаңа өзіңді айттың, әлсізді. Яғни құлауға аз қалды, 1-2 жыл ғұмыры. 1-2 жылдың ішінде жеңіске жетеміз болды. Сонан кейін халық өзі таңдаған адамдарды сайлап алады. Оны сайлау керек емес, Әбіләзов немесе Болат Әбілов, Рысбек Сәрсенбайұлы, олар емес. Халық сайласын. Ринат сатқын емес, Ринат мықты жігіт па? Халық өзі дауысын береді, кеше ұтып кете жаздап қырғансың. Халық қайдан сайлайды? Мен айтып отырмын ғой, сайлауға барған адамдар проценттік қатынас. Халық баратын еді, егерде мұна жүйе жаңағындай сайлаудың жүйесін құрмаса. Халық Дәке, бір нәрсені түсініп алайықшы. Ал. Қалай айналдырсаң да, халық қаласа қан түйесін сояды дейді. Егер біздің халықтың еті тірі болып, өзінің намысы, өзінің ары болатын болса, тұрып, әрбір азаматтың мен бүкіл халық арсыз дегеннен аулақпын. Онда қазір қарап отырған адамдар айналайын, кішкене әрбір сөз түсініп таразылап алсын. Халық деген, сонда қараңыз да, сіздердің айтып отырғандарыңыз жүйені құлату және ауыстыру. Бірақ нақтылы ұсыныстарыңыз жоқ та, жүйені құлату керек болды. Жоқ, айтып отырғаныңыз. Ал айтыңызшы енді ұсыныс. Президенттік республика керек емес, сенат керек емес. Анау басқа ұлттардың сойылын соғатындар керек емес. Парламенттік республика, демократия, сөз бостандығы, митинг мәдениеті жетеді ғой. Кешегі олигархтардың қалтасын қампитып, несиені толтыра бермесін. Осының бәрі бір күннің ісі ма сонда? Бір күннің ісі емес. Осының істейтін адамдар бар ма? 30 жыл болды ғой, мыналар істеді ма? Істейтін адам бар ма осының? Бар. Қайда солар? Өзің егерде қосылатын болсаң, өзіңде қайда қосылуың керек? Маған айтыңыздаршы, қайда қосылуың керек? Қосылмай-ақ өз алған бағытында, кешегі бағытында жүре берсең қандай? Қалай? Мен қайда бағыт бұрылып кеттім? Айтыңыздаршы, мен қайда бұрылып кеттім? Сіздер қызықсыздар. Ана партияның ішіне кіріп кеттім. Ол партияда 700 бәленбай мың мүшесі бар.
болды салынған сүгіретеу. Оны сіз айтасыз. Мен айтамын, ал жарайды, мен сөйтіп айтайын. Ал сол мүшенің 700 мың адам дегеннің ішінде жоқ дегенде 200 мыңы. 200 мыңы дейші, жарайды, жоқ дегенде. 70 мыңда жоқ. Дәке, оны сіз көзбен көріп, қолмен ұстамайынша айта алмайсыз. Жүйе құлайды, сол кезде қолымызбен ұстап. Кеше мен съезде болған кезде, мен фамилиямды айтқан кезде, кәдімгі айтысқа шыққандай халық шапалақ отыр. Оған ешкім ақша төлеп қойған жоқ оларға. Қуыптықты ғой. Білеміз ғой. Кімді қуыптықты? Өзіңнің театрдың басшысың. Қанша студент кезімізде білеміз. Бәрімізді апарып қуып, апарып кіргізеді, отырғызып қояды, қол соғатын кезде қол соқтырады. Дәке, білеміз ғой оның барлығын. мен бір нәрсе айтайыншы. Спектакльдің қалай жасалатынын білесің ғой. Ал енді қара, ана жерде қанша мыңнан аса адам отырған, мен зал қанша адамдық екенін білмеймін. Ананың жартысынан көбін танимын. Айдап әкелетін адамдар емес. Сосын біздің алдымызда студенттер отырды. Мен сұрадым әдей. Сендерді айдап әкелдім осы жерге дедім. Қайда оқисыңдар дедім. Жоқ дейді ғой. Жоқ, тұра тұр дәке. Көрдің бе? Сіздерде мынандай бетбақтық бар да, менікі ғана дұрыс деген. Келелі кеңес деген қазақта жақсы сөз бар. Отырып алып, қазір қатым болса бәрі шәпілдейді. Анау мынау. Ал отырып осыны ақылдасып мен түсіндіріп отырмын да, көзіммен көрген нәрсені. Маған 5 тиынға қажет емес ешкімнің бір сасық абыройы, басқасы бір нәрсені өтірік істеп. Маған қажет емес дәке. Мен қазір өз отырғанда партияға да кіргім келмейді, депутатта болғым келмейді ішімде. Үйде жатып өлеңін жазғым келмейді. Онда неге бардың? Ал кетіп қалайын. Депутаттық кресло береміз дегеннен кейін бардым деп өзің айттың ғой әлгі. Ал не үшін осыны қанша жыл қақсадың? Ринат саған сеніп отырмыз. Ринат сенің сөйлемей қалсаң сатқынсың. Ал барайын ал сөйлейтін жерге. Сол ғой, қузап отырған мына қоғам ғой, мен сатқын деп отырған, менің әкем айтқан жоқ сатқынсың деп, шешем айтқан жоқ сатқынсың деп, әріптестерім айтқан жоқ сатқынсың деп. Кеше міне мына кісілер. Ал осы кісілер қайда, не істеп жатыр? Мына қоғамды менің иығымда тұр ма не? Бүлдіріп жатқан жалғыз Тоқаев екенде көтеру керек міндетті жалғыз айтып па? Қалай дәке? Бұл не ой бұл? Біз қазақ бөлініп ағамыз. Сіздер де отырып ағасыздар да, анау, анадағы 800 мың адамның 500 мың қазақ айналайын. Қытайлар емес. Не істейік? Бір-бірімізді қырайық па? Онда бөлінейік отырып алып. Мен Абай облысына барайын, Шығыс Қазақстанмен көтерілейін. Біз мына қазақтармен араласпаймыз, бөлінейік деп. Ертең Путин қолдайды, қолдамайды емес. Бөлінеміз деп шығайық. Ақтөбе шықсын, Адайың шықсын, жердің асты мұнай, үсті құдай, ортасында адай. Біз мына Тоқаевқа бағынбаймыз деп, олар бөлінсін. Сосын оңтүстік шықсын, мен ыстымын, құдайымнан да күштімін. Не болмаса мен шапыраштымын, 90 елмен қатынастымын. Кешегі билік бізде еді, біз қайттан билікке келеміз деп. Ал бөлінейік. Осы ма қалап отырғандар? Онсыз да бөлініп біттік емес, осы бөлінуге әкеліп бізді итермелеген осы жүйе емес пе? Бөлініп біттік деген сөзді айта көрмеңіздер. Мен қазақтың қай бұрышына барсам да, Құдайға шүкір, бәр жерде бәрі ағайынның ойлап отырғаны елдің ынтымағының бірлігі, сосын қазақ жетістікте дұрыс өмір сүрсе екен дейді. Сіздердің қателіктеріңіз, жалпы мыналар адамдардың мындағы сөйлеп отырған адамдарға бүкілінің қателігін бетіне айтайын, барлығы тек қана ішсем, жесем, кисем деген үмітпен отырған адамдар. Болды. Ренато, көңіліңе келмесін. Бірақ күнде жаңағы партияның съезіне қатысып кеп, сен де сол жаңағы партия сияқты сөйлейтін болып кеттің ба? Не айтшы дәке? Енді жаңағы сөздерді мысалға билік айтады. Тоқаев айтады, мінберде тұрып алып. Ой, біз деген керемет. Ой, біз деген осындай жақсылық жасап жатырмыз. Мыналар көрмейді, олар жаңағы көп балалы аналар масыл ақша сұрайтындар, оппозиция бірін-бірін шулаған жексұрындар. Ал бізде халықта бірлік бар. Думан аға, тұра тұрыңыз. Мен біреу масыл деп айттым ба? Жоқ, мысал ретінде айттым. Өзің айтқан жоқсың. Тоқаевтың сөзімен. Сіз билеп отырсыздар маған. Жоқ, олар солай сөйлейді, сенікі соған ұқсап кетті деймін. Неге ұқсап кетеді? Қай жерінен айтшы? Жаңа айтып отырсың ғой, енді халық жан-жаққа бөлініп болды. Бөлініп болды деген жоқ. Мен айтам. Қалағандарым осы ма деп отыр. Иә, мен айтам. Бөлініп болды дегенде бөлініп болды деп айтуға болмайды. Мен аралаған халықтың ішінде бәрі дән риза дедім. Жоқ, мен сіздің айтып отырғаныңыз, мен сізге айтып отырмын. Біз бөлініп Россияға қосылып кетсін, анау тілеп отырғандарың осы ма десем, біз уже бөлініп болдық қой дейсіз. Иә. Қай жеріміз? Енді қараш, жаңағы 700 мың емес 500 мың деп айттың ғой партияда ішіндегілері, иә? Қазақ деп айттым. Солардың шамамен оны. Иә, қазақ дедім. Сол қазақтардың иә, жартысынан көбі орысша сөйлейді. Екеуі бірімен бірі ерегесіп қалса, Ақорданың ішінде қытайша ұрысса. Жәке, андағыңыз ұят болады енді. Сонда орысша сөйлегеннің бәрі қылмыскер ме не? Қылмыскер емес, бірақ та тіл мәселесін көтеріп жүргенімізге 30 жыл болды, әлі шешілген жоқ.
Сен сияқты мықты жігіттер барды сол партияның ішімен ештеңе өзгерткен жоқ. Ал Яғни жүйе өзгеру керек. Дұрыс па? менің билікке бір қадам барғаным жүйенің өзгерткенінің белгісі емес пе? Өзгеріп жатқанының? Жоқ. Егер де жалғыз мандатпен кіретін болсаң, бәлкім. Олар Ринаттан қорқады. Неге олар партияға қатар? Олар Ринаттан қорқпайды. Бір нәрсені түсініңізші. Адам билікке бару үшін бүкіл қаруды пайдаланады. То есть, біреу халықты айдап салады. Мен ешкім атын айтпай-ақ қояйын. Бірақ 1,5 жыл ма қақсадым. Алаңға шықсаңдар атады дедім. Атады дедім. Атты. Мен айттым оның ашық. Арандатады дедім. Араларыңа кіріп алады дедім. Болмай қаласыңдар дедім. Жоқ, басқалар не деді? Ринат сатқын оңбаған, барыңдар деді. Әкімшілікті басып алыңдар деді. Ал не тапты? Ал кім жауапты осының бәріне? Мен ешкімнің қанын мойныма алмаймын. Осы жерде қан нені түсініп алуымыз керек? Билікте отырған адамдар, олар қорқынышта отырады. Билікте жоғалтып алмасам екен деп. Сосын арандатушылар бар. Топас қарулы күштер, ішкі істерде, күшті құрылымдарда топас адам өте көп. Солар өтірік ақпаратты лақтырады. Мынау анаумен жұмыс істейді екен, мынау анаумен сыбайлас екен. Сосын жоғарғы жақ айтады. Онда құртыңдар дейді. Өйткені олар думаннан сескенбейді. Ана думанның артында анау тұр деп арандатып қояды, содан кейін сескенеді. Ал жалғыз қарулары не? Мына тексерілген партия бар ма, осы жерде істеп жатыр ма? Енді осының ішіне еліктеп, ананы кіргізейік, мынаны кіргізейік. Болды. Өйткені қазір жаңа бірдеңені ойлап тапса, одан сескенеді бәрі. Билік жоғалтып алудан. Және билік жоғалтып алудан тек қана таққұмарлығынан қорқпайды адам билік жоғалтып алудан. Не өзгертем деп отырсың сон? Қысқа саусағыңмен санып тұрып айтып берші. Білмеймін. Мен кірсем бүйтем. Дәке, білмеймін. Мен қолымнан не келетінін. Мен қайталап айтам. Мен әрекет қана жасап отырмын. Тұра тұр, мен түсінбедім. Мен бардым, қосылдым, олар парламенттен бір орын берем деді. Мен кірем, отырам, бірақ білмеймін не істейтінін дейсің бе? Жоқ, мен әлі кірген жоқпын осы қайда. Енді кіретінің белгілі ғой. Ал. Қайдан белгілі? Кім біледі? Дума Мұхаммед Тізім шықты. Құдай біле ма? Тізім шықты. Тізім ол ұсынылатын адамдардың. Ертең мына жаңағы мен айтқан диванда жататын, интернеттен Ринат оңбаған, Жексұрын мына сайлау әділетсіз дейтін адамдар келсінде түгелі. Маған қарсы дауыс берсінші. Сосын мен өтіп кетсем көрейін. Жоқ, саған дауыс бермейді, сен партиялық тізіммен өтіп. Соған қарсы дауыс берсін. Соған қарсы дауыс берсін онда. Сіздер айтып отырсыздар. Олар ұрлап алып қояды ғой. Жоқ, ұрлатпаңдар. Ал. Қалай ұрлатпаймыз? Біз Алматыны жақсы ұрлатпаймыз, тәуелсіз бақылаушылардың арқасында. Басқа аймақтарда алып қояды ғой, референдумде, Тоқаевтың сайлауында солай болды. Мен не деп отырмын? Демек, аймақтардағы басқа жердегі халыққа бәрібір не ұшқан. Отырып алып, анау жаман, мынау жақсы дейді, бірақ бәрібір өздері қатысқысы келмейді. Түсінесің бе? Қиыны осы. Оның рас. Мен ынтымақ, бірлік дегенде не? Мына қазақтар біріксін де, мына қазақтар құртсын деп айтып жатырмын ба? Жоқ, бүкіл қазақтар біріксін. Бір жылайтыным не? Жаңағы сіз айтасыз, ой, анау ана тілін білмейді. Онда мен сізге сұрақ қояйын, Динара Егеубаевамен неғып дос болушысыз деп. Мәселе онда емес, дәке. Мемлекеттік деңгейде біз қазақ тілі деген терминологиядан қашып, мемлекеттік тіл дегенді көтеруіміз керек. Статусын. Жақсы, ол да жоқ нәрсе емес думанаға. Оны өтірік айтпайық. Я, Ресей тиісіп жатыр, мыналар қазақ тілін қысып жатыр, мыналар бүйтіп жатыр. Оларға ілік керек әшейін. Әшейін мына жерге бір танкі кіргізуге ілік керек. Оны өтірік айтпа. Мен де кейде билікке наразы боласың, за боласың, бірақ түсінесіңдер жаңағы аналар айтақталып отырған. Енді қараңыз да. Біз бір тілде сөйлемейінше мемлекет оңбайды. Қараңыз. Мен Ринат Зайытов. Әкемнің шешесі ұйғыр. Шешемнің шешесі татар. Олаз десеңдер менің атамның, марқұм Зәйт атамның жатқан жер жайлы болған. Туған інісінің әйелі украинка болған. Біз олардың ұлттары басқа екенін ертең келе білдік. Олар біздің көзімізше ешқашан басқа тілде сөйлеген. Міне қайдан шыққан екен, кешеден бері жазып жатыр, Ринат ұйғыр ғой, Ринат татар ғой дегендей. Мәселе ұлтта қараңыз, онда емес. Тіл бірінші. Камзатов не дейді? Құл ғана қожайынның тілінде сөйлейді дейді. Біздің ұлтты біреу құл қылып жатқан жоқ, өздері құл болып жатыр. Бірінші тілін білмегеннен. Тілін білсе ол тарихын тегін білетін еді. Тілін білсе ол Абай түсінетін еді. Тілін білсе ол Ыбырайды Міржақып түсінетін еді. Дәке, жоқ емес, мен айтып алайын, ойымды аяқтап алайын. Ақыры қойылды ғой. Енді қараңыздар, сіздер айтасыздар, анау мен мынау соғысқаннан нәтиже бермейді.
Біз баяғыдан келе жатқан, сый салмай жүрген қазақпыз. Осының басын біріктіруді армандап жүрген, о, ата-бабамыздан келе жатқан арман еді. Жыл сайын бір интриган шығады. Мен, мысалы, өзім неге оппозицияға бардым, неге көбіне өкпеледім? Шақырып алады да, анау КМБ-ның адамы, анау президенттің әкімшілігіне жұмыс істейді, анау бүйтеді, анау анадан ақша алып отыр. Айналайын, сен ортақ, мүддең ортақ па, мақсатың ортақ па? Алдымен соған жетіп аш. Бөкелі тауға жүгіріп бара жатыр, ана таудың басындағын құлату керек деп. Бірақ тауға жете бергендердің өздері аяғынан тартып жатыр. Оның рас. Ал енді қара. Біз 6 қаңтар. Жаңағы сөзді біз де айтып жүрміз. Динара бар, Әлнұр бар, Арайлым бар, Лұқпан бар. Бір-бірімізді ананың жобасы, мынаның жобасы деген әңгімені доғарайық, бірге жұмыс істейік деп. Өзің бізбен бірге жұмыс істедің. Толыққанды мүшесі болмасаң да айту жақсы жұмыс істеп жүрдік қой. Сен кеттің. Өйткені маған жеңілдеу жол табылып тұр да, баратын. Енді сонда, енді орта жолда 6 қаңтарды лақтырып кеткендей болып тұрсың ғой. Думан Мұхаммедкәрімді қарабет қылып кеткендей болып. Қалай қарабет? Халық міне бізді жуындын төгіп жатыр. Думан. Бір жағынан олардікі дұрыс. Дәке. Иә. Қараңыз да. Ертең сіздің мүддеңізді, жаңа сол 6 қаңтарда Арайлымның мүддесін партияның ішінен бір адам қорғап отырса, жаман ба сіздерге? Мен жаман ба? Жоқ, жақсы болады, бірақ сене алмаймын. Билік партиясының ішінде отырып, сіз нақты айтыңыз. Мені 97 жылдан бері танисыз. 14 жасымнан бері танисыз. Мен сізге айтып отырмын. Мен әрекет жасайын, барғым келеді сол жерге. Барып сол жерден айғайлап айтқым келеді. Мынау қате, мынау шпион емес, мынау сатқын емес, мынау экстремист емес, мынау мынандай емес, ағайын тұра тұрыңдар. Басымызды құрап алайық. Ертең анаған, мынаған, көзі көгі бар, қысығы бар, жем болып кетпейік ешкімге айналамызға. Кешеге дейін мен Ринат сөйтіп жүрдім ғой. Мен Ринат бауырыма сенем деп. Ал. Енді сенген... Мен сенімдерімнен шығатындай не істедім, айтыңдаршы. Мен барасап, оппозиция оңбаған, олардың айтып жатқан дұрыс емес дейдің бе? Әзірге жоқ. Ертең өзің... Онда неге асығасыздар? Егер өзгеріп жатсаң айтыңыздар. Түсінесіз ба? Яғни, мен тіпті сіздердің чаттарыңыздан шығам дедім ба? Өздеріңіз шық дедіңіздер. Шығып та білмейді екеннен содан. Шығарып беріңдерші. Керек емеспін ба? Керек емес сұрақ. Желтоқсаншыларға рахмет айтамын. Кеше осы сайлау басталады дегеннен бері желтоқсаншылар чаттарына қосып мен бір ауыз сәлеметсіздер ме деп осы күнге дейін жазған жоқпын. Өйткені мен өзім таң қалдым да. Бірақ ана айтып жатқан әңгімелерінің бәрі, бірігейік, жастарды қолдайық, жастар шықсын. Ішінде ана партияныкін бүйтейік, мынаныкін бүйтейік деген бір әңгіме жоқ. Бұл да прогресс. Бұл да прогресс. Бұрын ондай болмаған. Ептеп. Сосын мына келе жатқан сайлау да бұндай сайлау 2004 жылы болған соңғы рет. Мен жаңа ол сайлауға қатысқам. Сәбиленовтың, Нұртай Сәбиленовтың сенімді өкілі болып қатысқам мен оған. Сенімді өкілі емес, агитатор болдым. Бұндай сайлауда жеңуге болады мен сіздерге айтамын. Тек әрекет істеу керек. Әрекет істеп жатырмыз ғой, бірақ әрекеттің түрі осы да, біреу айтпайды да, кеше 3-ші округтан Ринат кетті, жақсы болды, Инга Иманбай мен Ермұрат Бапиға көбірек мүмкіншілік шықты деп. Ешкім айтпайды да. Тоқта. Сонда билік партиясының ішіне кеткенің Инга Иманбай мен Ермұрат Бапиға жол ашып берді. Мен олар маған рахмет айтсын деген. Жоқ. Ол да бар соның ішінде де отырмын да. Жақсысы мен жаманының ішінде ол да бар аңғарғанда. Бар. Дұрыс па? Дұрыс. Және мен олардың қай-қайсының осының парламенттен көрінуіне тілектеспін. Керісінше сондай адамдар көбірек болса екен. Егер ертең дәп мен атын айтып отырған адамдар, не болмаса сіз барып, Ринат мен республиканың атынан, ана тағы байтақтың басқа біреудің атынан мүмкіндік туып тұр десе, мен сізге бірінші айтамын, бар деп. Барыңыз деймін. Ол сіздің ойыңыз жеке. Яғни оппозицияда жүрген азаматтардың барлығы жаңағы партияның немесе оның филиалдарына барып қосылып барлығы парламентке кіріп алсын деген келе ме? Дегім келеді. Кім тоқтау беріп тұр? Сосын барсында заң қабылдасын, сол жерде өзгертсін, министрлер алдында тұрады, сілкілесін, президент алдыларына келеді, айтатынын айтсын. Ринат, негізі шешен адамсың ғой, жақсы сөйлейсің, адамды сендіре аласың. Жоқ, мынаны жаңағы партияның өкілдері де билікте тыңдап отыр. Иә. Көріп отыр. Олар қазір айтады, Ринат келіп бізді ішімізден іріткелі жүр екен ғой.
Оны ертең лақтырамыз десе. Мен іріткелі жүрген жоқ, мен біріктіргім келеді. Халық пен билікті. Бәрін. Мен жаныма батады, қазақты қазақ жерден алып жерге салып жатқан кезде. Бәріміз жанымызға батады. Ол билікте болсын, ол басқа жерде болсын. Қатты жаныма батады. Адамзаттың бәрін сүй деген абай, адамзатты сүймек түгіл біз туған туысқанымызды сүймейтін халге жеттік тәке. Оны жасырмау керек ешкімнен. Отырып алғанбыз, бәріміз данышпанбыз. Рас айтамын. Үндемей отырайыншы мен үйде. Мүмкіншілік беріңіздерші, ал. Мен отырайыншы осы үйде. Оның өзінде рахат. Оның өзінде президентіміз диван батырлар дейді. Мен айтпай-ақ қояйын ештеңе. Ойымды да білдірмей-ақ қояйын. Осының бәрі маған қажетпайды. Қазіргінің өзінде міне Зарин Омарованың бір әннің сөзі тұр, Марат Омаровтың әнінде Зарин Омаров орындайды екен. Жазғым келеді. Ернар Айдардың бір әннің сөзі жазылу керек. Аягөз ауданына киімің керек, ол жазылу керек. Семей қаласына киімің керек, ол жазылу. Мен жазатын жұмысым жетеді. 3 кітап шығарамын деп оқталып қойдым, оны да бітіретін уақыт жоқ. Жетеді мен жұмысым. Беташарыма барып келем, айына бір ешқайда ештеңке істемей-ақ қойыншы, үйде отыра берейінші. Келісесіздер ме? Жақсы. Бірақ күнде кете берейін осыны. Бірақ ертең шығады ғой. Мынау сатқын, үндемей қалды, сөйтіп еді, бүйтіп еді деп. Сондықтан бұл жерде мен ол жаңа ғана айтып жатқан комментарий басқасына тек қана күле қараймын. Просто бір мысал ретінде айтайыншы тәке. Ана күні екеуміз біздің үйде отырдым ғой мен. Сұхбат жасадық қой бір. Иә. Сол Назыммен ғой деймін. Сонда анандай комментарийлер жүріп отырады анау сияқты. Соны бүйтіп көзім шалып қалды да біреу үйіне евроремонт жасап жатқанына қарағанда ақшасы бар сияқты дейді. Ол қайдан шыққан әңгіме? Ол ана мені біздің үйде үстінде астын айтыру люстраның өзін биыл алды ғой. Көшіп барғаныма міне 2020 жылдың қарашасында бардым, көштім ол үйге. Содан бірінші этаж енді қонақ келеді ғой деп мен кіреберіске айтыр 2 люстра сатып алдық, бір ақша бар да. Сосын үстіндегі люстра жоғына 3 жыл болды да, 3 жыл болады міне мен келгелі, көшіп келгелі. Бірақ енді оны ана комментарий жазып тұрған адам білмейді ғой. Ол өзінше балашты да ана люстра жоқ, лампочка бүйтіп салақтап тұрғанын көрді де, ох, мынау үйінде евроремонт жасап отыр екен. Мен ол үйге евроремонт жасап жатқан жоқ. Мен қалай көшіп келдім, солай тұр әлі. Енді өкінішке орай ондай пікірлер болып тұрады. Кей кезде менің қалпағыма тиіседі, немесе галстугыма тиіседі. Болады ол жаңа Омар Хайям айтпақшы, 2 адам бір терезеден қарап тұрады, екеуі 2 түрлі нәрсе көреді. Сол сияқты менің де айтып отырамын. Жақсы, енді Ринат, менің бір түсінгенім, ана партияның ішіне кірдің, өзгертем деген өзіңде мақсат бар, және сол мақсатыма жетем деп ойлайсың, иә? Оны бір Құдай біледі, жетем бе, жетпеймін бе. Ал кезінде сен сияқты барып сол партияның ішінде жүрген, дауысы қаттырақ шыққан азаматтарды лақтырып тастайды, шығарып тастайды, немесе бір болды ғой, біраз адамдар еліме еңбек етем деген жаңағы парамен ұстайды. Билік ондайларды жақтырмайды ғой. Даке айтып отырмын ғой, мен егер қазір ымыраға барып отырсам билікпен, демек менде үміт жоқ емес, бар, осылар өзгереді ау деген. Ал бұрын жоламасам, оның да өзгермейтініне көзім жеткен. Бірақ мен 2004 жылдың жазы шілдесі ме екен, маусымына дейін мен Назарбаев жақтаған адам, сүйенген адам. Кәдімгідей. Мынау біздің президентіміз. Бұл кісі бізде шпақ ұшырады, осы кісі аман болсын. Неге? Қазақ біздің өзіміздің. Қай уақытта болса да бір қазақ билесін деп. Жаңа келген президентке де дәл сондай көзқараспен қазір қарап отыр. Ал ертең ол көзқарас өзгере ма, өзгермей ма, оны уақыт көрсетеді. Түсінесіз? Өйткені мен саясатта ішінен білем көп нәрсені. Өйткені сондағы адамдармен араласам бір, екіншіден өзімде 200-ден астам адам бар, мекемені басқарып отыр. Ринат, енді халыққа түсінікті болсын. Кеше ғана басқа көзқараста жүрген адам бір-ақ күнде қалай өзгерді? Кім өзіңе шықты, кіммен келіссөз жүргіздің? Қайтып жаңағы партияның аяқ астына мүшесі болып шыға келдің? Бұны арыдан бастау керек шығар. Жаңа ғана кеше бір видеомды алып шықты ғой, дәл тауып, сол неге деген бағдарламада мен одан бұрын да айтып жүргенмін. Кез келген кім шақырады, мен соған барам деп. Бұл менің тарапымнан берілген сигнал, оны естімей отырған жоқ, естіп отыр. Демек, ар жақта ақылдасты да, осыны көрейік дедім екен. Не болмаса ол жарай, сіз айтқандай, осыны пайдаланайық деген шығар, басқасы шығар. Кешкі уақытта ертең осылай сізді партия қатарынан көргісі келеді, тізімнен көргісі келеді, қалайсыз деп партияның атынан адам звондады жаңағы өкіл. Кім көргісі келеді дейді?
Біздің партия деді. Партия көргісі келе ма? Бәленбай адам деп айтпайды. Жақсы дедім мен. Бардым. Телефон саққан адамның аты құпия ма? Жоқ, құпия емес, сол партияда істейтін қыз. Бір қыз бала телефон саққан? Иә, секретариаттан болады ғой. Қош. Серьезно айтамын. Одан кейін мен барып сөйлескен кезде осылай маған түсіндірілді. Біздің партия бір саған ұнамауы мүмкін жері қазіргі президенттің саясатын қолдайды. Бірақ реформа жасағысы келеді. Егер осыған көнсеңіз, біз сіздің мәдениет басқасы жайындағы ойларыңызбен санасуға дайынбыз деді. Жақсы дедім, ал қалғанын уақыт көрсетсін. Сосын? Болды. Таңертеңінде Астанада болдым. Астанада съез болды. Оны ешкімге жасырын емес. Яғни съезге бір күн қалғанда телефон соғар, кел деді, барасың. Жаңағындай әңгімелерін айтады, жұмыс істеуге мүмкіндік береміз. Біз демократияға... Одан басқа қандай ұсыныстар болды? Басқа ұсыныс болған жоқ. Болашақта мәдениет министрі. Үкіметті басқарасың. Келесі президентке дайындаймыз. Қайталап айтамын. Онда арзан сатылып кеттің ғой, Ринат. Неменеге сатылдым, айтшы. Жұмыс істеуге мүмкіндік береміз дегеннің өзі. Тоқаев бізге неше 3 жыл болды жұмыс істеуге мүмкіндік беріңдер дейді, сосын мен сендерге жұмыс істеуге мүмкіндік берем дейді. 3 жылдан асты осы әңгімеге. Бәрін айтып жүр, жалғыз саған емес. Біріншіден мен президенттің партияға қатысы жоқ екенін түсінесің. Жарайды, жақсы. Енді жаңағы партия сол Тоқаевты қолдайды екен ғой. Артымызда бәрібір сол кісі тұр. Біз сол кісінің партия сол кісінің айтқанын қолдайды деді. Енді сонымен ақ түсінікті ғой енді. Ал. Егер ертең сол осы, міне біз партияның саясатын қолдаймыз деп, ертең қазақтың игілігіне тілді мемлекеттік тіл қылып алатын болсақ, қазіргі әділетсіздікті, соттың мәселесін, қаңтардың мәселесін қайтадан көтере алатын адамдар баратын болса сол қатарға, одан кім жапа жегеді екен, мен осыны түсінбей отырмын. Сіздердікі айтып отырғандарыңыз полный ауыстыру керек. Нені ауыстыру керек? Ғимаратты ауыстыру керек па? Партияның. Енді айтып отырмын, жүйені өзгерту үшін адамдар бару керек шығар, ол жерге, ол өздігінен өзгермейді ғой. Не болмаса бұрын отырған адамдар өзгертпейді оны. Яғни, сенің ойыңша, жүйені алып тастап басқалары келу керек емес, жүйенің ішінен кіріп өзгерту керек дейсің ғой. Енді басқа не істейсіз? Сіздің ойыңызша қалай? Бірінші сендер кетіңдер, сосын ғимарат күреп тастап, орнына ғимарат салып, сосын адамдар іздеу керекпіз бұның ішіне? Адамдар іздеу керек емес шығар, дайын тұр бәрі. Кім чемодандарын жинап кетсе болды деймін. Мен сізден сұрайын дейсіз, дайын тұр дейсіз, бір фамилия етпейсіз. Шетелдегілердің осындағы жүргендердің өзің бар, барлығын ететін болса, халықтың өзі ақ сайлап алмай ма, Ринат ау? Неге оны мен шешуім керек, неге сен шешуің керек? Қайталап айтам, 40 деймін, 40 дейсің. Қайда сайлағыш халқың? Барды ма сайлауға? Мен айтып отырғаным сол ғой. Қайда сайлағыш халқың? Жақсы, одан басқа қандай ұсыныстар айтты енді? Жоқ, ешқандай. Әзірге ондай үлкен ештеңе болған жоқ. Өзімде не нәрсені ымнан түсінетін адаммын, жарты сөзден түсінетін адаммын. Мен де біліп отырмын. Бұл жерде менің беделіме бір жағы нұқсан келеді басында. Кез келген театрға барғанда да солай болған. Ойбай, сатқын деп мен туралы фильм шығарып, кетті ғой жаңағы аға жеңгелеріміздің бәрі жан-жақтан. Бірақ ішімде сенім болды, мен ертең жұмыспен көрсетіп аламын дедім осының бәрін. Басқа вариант болған жоқ. Мен олармен отырып, әрқайсымен ұрысып отыратын жағдайым жоқ. Мына интервьюға да келісіп отырғаным, осы интервьюді берем, ертең ертсе өзім каналыма да салам. Болды, сонымен айналайын. Керек адамдар бірдеңе сұрағандарға осының сілтемесін жіберем, мә осы тұр бәрі. Бастан аяқ тыңдапсыңдар бәрін айтты. Иә, болды, сендердің сұрақтарың жауап осында деймін. Мұнда менің бағым бар екен, кеше дер кезінде өзіңе үндеу жасап үлгерген, эксклюзив алып қап. Ал енді осыдан не жаман болды? Енді осыдан кейін депутат болған үшін үндемейсің бе, жоқ, депутат болғаннан кейін үндемейсің? Болған ба, болмайын ба, Құдай біледі, әке. Мен қайталап айтам, бағаған адам не айтып отырмын? Қадірменді ағайын. Мен бәйгеге басымды. Болатын болмайтын білмеймін дейді, бірақ барып жаңағы билік партиясына қосылдым дейді, сенесіздер ме? Пікір жазып қойыңыздар, сосын бір сұрақтарыңыз бар ма Құдай үшін? Сұрақтарыңызды жіберіңіздерші, жерден алып жерге сала бермей. Қараңыз енді. Мен болатын болмайтын рас айтам білмеймін. Болғым келеді. Онда неге барып қосылдың, мен түсінбеймін. Өйткені мен мына жақтан өзім барсам,
точно болмайтынымды білем да. Ана жақта мүмкін болады. Ой алла. Мәжіліске барам деп бір мандатпен түсем дегендердің ішінде басқаларынан қарағанда сенің аудиторияң, басқаларынан қарағанда сенің беделің әлдеқайда жоғары болды. Халықта сенушілер интернет қана емес, жалпы мен араласып жүрген азаматтардың ортасында бюллетенге фамилиям солардың түгелі бір-ақ күнде сенім бейтін болып қалды саған. Ертең ана партияның ішіне кіріп, мәжілісте отыратын болсаң, жақсы мәселелерді көтеріп, жаңағы халықты қайтадан өзіме қаратып аламын деп ойлайсың ба? Олар маған қарай ма, қарамай ма, маған маңызды емес ол. Менің өзімнің айқын мақсатым бар, алдыма қойған. Қалайда соған жетемін? Соған жету болды. Қалғанның жауабын ұрпақ берсін, қалғанның жауабын соның көз көрген адамдар. Мақсаттарыңды сұрағым-ақ келіп тұр, бірақ ертең тағы агитация дейді ғой. Мен айтып отырмын ғой. Не деген жағдайда да мен қазір интернеттегі әлеуметтік желідегі комментарийлермен санаспаймын, оны шынын айтайын. Санаспаймын. Неге? Өйткені ол әлеуметтік желідегі аудитория өзінің тірідей бар екенін әлі көрсеткен жоқ. Ал енді Ринат жаңа айтып отырсың, жаңағы шалдарды тәрбиелемеймін, оларға ақыл айтпаймын, олардың орнын басу деп. Тыңдайды уже. Иә, жақсы. Бірақ о Батухан айтты ма, қартайған сайын адам билікке жабыса береді екен деп. Оны Назарбаевтан көрдік, оны мына Тоқаевтан көріп отырмыз. Жаңағы партияның ішіндегі отырған шалдар да әрқайсысы орындығына жабысып отыр. Олар өлмей шықпайды ғой есіктен. Олар қартайғанша сен қартайып қалмайсың ба? Өзгертемін деп. Мен айтып отырмын ғой. Мен бірдеңені былай істейін деп нақты бірдеңені қазір айтамын. Ертең не болатынын өзім білмеймін. Айта алмайсың ба? Жоқ. Айтқым келмей отыр ма? Ертең мыналар жоспарымды біліп қояды деп. Жоқ, ондай жоспар жоқ менде. Мен айтып отырмын ғой. Жалаңғыз жалғыз оқпен жүрген адам. Шақырды партияға. Бардым. Неге бардым? Өйткені білем, жалғыз өзім қолымнан дым да келмейтін. Мен отырып, Каспийім ақша жинап беріңдер, мен сайлауға түсейін деп жатырмын, маған бүйтіңдер деп айтқым келмейді просто. Айтып жатқан адамдарға оларды қате деп те айтпаймын. Ол да соның бір жолы шығар. Мен өзім Ринат ретінде ондай сөз айтқым келмейді. Түсінесіз бе? Бір-екі достарым болды, мажоритарлықпен түсем, көмектесіңдер ме деген. Басында иә деді. Жақындағанда жоқ деді. Ана болып қалды, мына болып қалды. Сенің өзіңді қолдап жүргендер аяқ астынан қолдамайтын болып қалды ма? Қолдамайтын емес, жағдайымыз келмейді деді. Сол моментте. Иә, шын айтқанда енді мен әлде түк түсіне алмай отырмын. Кірдім партияға, ары қарай яқсын депутат боласың деп айтты, бірақ орта жолда болмай қалуым да мүмкін. Бәрі мүмкін. Парламенттің ішіне кірсем не істейтінді де білмеймін дедім. Жоқ, не істейтінді білем. Бірақ оны агитация деп айтуға болмайды. Сосын бармаған жерде сойылмаған етті тұздап алмаймыз ғой. Қайдан білемін мен? Жақсы, егер Ринат, сенің жоспарың бойынша биліктің ішіне кіретін болсақ, бұл билікті өзгертуге болады дейсің. Сен сияқты тағы да біраз азаматтар бәлкім сол партияның ішіне кіріп, сені қолдап қосылатын шығар. Ол сценариймен қашан өзгертеміз? Мына кісі тағы да 30 жыл отырып алмай ма? Өзін 7 жылға сайлап алды. Әлде 1-2 жылда өзгертті. Дәке, заң кімнің қолында? Дауыс беретін кім? Парламент па? Дұрыс па? Ал. Не айтып отырмын? Құрсын барсаңдаршы жан жақтан бәрі. Үміттеніп, тыраштанып. Жоқ, барамыз деп жатырмыз ғой, алысып жатырмыз, бірақ кіргізетін түрі жоқ. Басқа жол іздеңдер. Айтып отырмын ғой. Қандай? Бүкіл жолын. Эволюция емес, революция. Кеше ғана жаздым ондай постты. Революция не береді? Ал көшеге шығайық, қатысайық. Не береді? Көрдіңіз бе? Ал мен бірде-бір қазақтың қанын мойныма алғым келмейді. Мен көтермеймін оны. Мен ешкімге алаңға шық деп айтпаймын. Мен керісінше шықпаңдар деп айтамын. Ашығын айтамын. Бірақ билік соған итермелеп отыр ғой, мыналар тағы бір революция жасаса екен, тағы бір қырсақ деп. Бәлкім. Теріске шығармайсыз. Итермелеп отырса, онда неге айтып отырсыңдар революция? Итермелеп отырғанын көріп отырсаңыздар. Демек ол оларға керек қой, бізге емес. Жақсы, Ринат. Ендігі бір сұрақ. Ертең парламенттің ішіне кіргенде емес ол, мен айтып отырмын ғой. Кірсең, жақсы. Кірсең. Сіздер мені айтып, ауыздарыңызға май бірақ. Ертең
парламентке кірсең, анау кім еді, бір ақын бар еді ғой, батыр бала Болатбек пе, Бекболат пе еді. Назарбаевқа өлең жазды, осын Тоқаевқа өлең жазды, көше Путинге, сосын орыс тіліне өлең жазды. Сол сияқты Тоқаевқа арнап одалар жазып кетпейсің ба? Бір-екі салтыншаққа қызығып, емшекке тағады. Осы уақытқа дейін неге істемедің сон? Осы уақытқа дейін кресло бермеді, сонан кейін. Мүмкіндігің болған жоқ деп ойлайсыз ба? Шабытың болмаған шығар. Ана жерге кіргенде шабыттанатын шығарсың, бір ат басындай алтын жақсы кресло жайлы, мысалға. Зәулім сарай. Айтып отырмын ғой, маған осы уақытқа дейін ондай ұсыныстың жүзі болған, неге істемедің? Яғни шабытыңды өте алмайды ондай жылтырауықтар. Жоқ, ол қажет емес. Яғни Тоқаевқа ода шығарып кетпейсің. Атақ жоқ па не? Жетеді менде атақ қазір дізетін болсам бар ғой. Просто ол қажет емес те. Медальдар да жетеді. Жетеді. Ана күн жаңа жылда қызық болды. Бізде жұмыста корпоратив болды да, Алатау театры 2050 жылы деген тақырыпта костюм киіп келіңдер деді. Құрсын, мен 2050 жылы не киемін дедім, құрсын шал болам, сосын қазіргі шалдар ұқсап медальдарын салақтатып алып жүретін шығармын дедім де. Үйдегілерге айттым, шығарыңдаршы бүкіл медальдарымды. Жаңа ананың 100 жылдығы деген көп тағады ғой айтыстарда. Сол бәрін жаңа құрмет ордені бар, мәдениет саласының үздігі бар, құрмет азаматы деген бәрін жинап алып тақсам мынандай болады екен. Солтүстік Кореяның генералдарына азмал құсақ болды ма? Сол не ал, нең сол. Мен таң қалам сондай адамдарға. Атаққа ұмтылып, мынау мен алуым керек, мынау бүйтуім керек. Яғни ода жазып кетпейсің. Мен айтып отырмын ғой. Мен өзім түгіл өзгеге де дәлелдеп болғанмын. Мен ода жазамын десем, мүмкіндік былай болды. Бүгін енді кеше айту бірдеңе деп қалауын тапсан қаржанат дейді. Енді айту Ринаттың көңілін тауып, партияның ішіне кіргізді. Қалауынды тапты ғой айту. Ертең тура сол сияқты бірдеңелерді тауып жазып бер десеші, Тоқаевты мақтап берші, мұны ұлы демократ екен. Парламентке бір-екі адамды кіргізді, Ринат Зайытовты кіргізді оппозициядан деген сияқты бірдеңелер жазып бер десеші. Мүмкін емес па? Айырбасын көрейік. Несін көрейік? Айырбасын. Иә. Көрейік. Сұнса, яғни көресің. Жоқ деп айтпаймын. Егер ертең қазақ тілі мемлекеттік тіл болады, басқа тіл ресми деген алып тастаймыз, бірақ сен ол үшін осы өлеңді жаз десе, жатып алып жазады. Яғни саудаласса, жаңағындай ұлттың мүддесін қорғайтын, пайдасына тиетін бірдеңе беретін болса, айтып отырмын ғой, бүкіл абыройды да құрбандыққа салайын, өзім де халыққа пайдасы тиетін болса, дайынмын. Онда 4-5 өлең жазуға болады ғой. Қазақ тілін бірін етсең, сенатты тараттырсаң, парламенттің ішіне кітап жазып берейінші. Кітап жазып бересің. Кітап жазып беремін. Тоқаев жаңағылардың барлығын істесе. Істеп берсе. Осы сөзіңнен қайтпайсың. Қайтпаймын. Енді мен Ринатқа сенем деп айтам, парламентте жаңағы айтқандарының 60%-ын болса да орнатса. Істесе, тым құрмағанда сондай бір депутаттық сауал жолдаса. Қан емессің, қасқырсың, қасалбасын. Ол сіздердің істейміз. Ол жұмсақты айту ол. Қалай? Айтатын жер. Мысалы, парламенттің өзінің тілі бар, айтыстың өзінің тілі бар, журналистің өзінің тілі бар ғой. Айтыстағындай парламентке орап домбыра ұстап өлең айтып отырмын. Білмеймін, Ақсуаттағы айтысыңды тыңдадық, тамаша. Жоқ, енді ертең парламентке орамда домбырамен отырмын. Мен айтып отырмын, айтыстың өзінің тілі бар. Парламенттің өзінің тілі бар. Көзіне елестетші ертең парламентке құдай қаласа барып қалсам, сосын домбырамен отырсам ана жерде. Жарды түсінбейді ана жерде отырған, өлең түсінбейді депутаттардың. Заң шығарып отырған адамдар, өзімізді басқалай барғандар, олар қайдан ұғады өлеңді? Оның өзінің тілі бар. Мынандай қағаз жазасың, соны оқисың жаңағы. Әрбір сөзіне мынаны бұрмалап жібермеу үшін дейді. Менің қынжылтатын осы, білмейді бәрі. Қазір сосын мына интернет деген жақсы болды. Әй, дәке, шатаспайықшы Құдай үшін. Қиялмен өмір сүріп болдым мен. Мен өткенде халық емеспіз деген өлең шығардым ғой, қатты ренжіп алып. Қайда барсаң өсек, бір-бірін өсектеген қазақ. Қайда барсаң бір-бірін күндеген қазақ. Қайда барсаң бір-біріне ренжіген қазақ. Бәрі айтады, қаламыз неғып жөндемейді, әкім қайда қарап отыр. Бір субботник жасап жатқан организация көрмейміз, бала кезімізде сөйтіп. Өзімізде де мысалы кейде айтамын, театрда бір субботник жасайық, айналаны жеп. Бізге қатысы жоқ территория ғой дейді, ана жер.
әкімшілікке қарайды ғой ол жер дейді. Енді біз ең бірінші нәрсе отанға деген махаббат жоғалтып алғанбыз. Соны мен өтінемін. Тағы да дау туып кетейін деп тұр ғой. Неге жоғалтып кетті дейді. Өйткені мына биліктің кесірінен десек тағы да билікке деген махаббат пен отанға деген махаббат шатастырмаңдаршы Құдай үшін. Енді отаныңды сүймеңдер деп тәрбиелеп жатыр. 30 жыл болды. Өтірік пе? Орыс бол деп те тәрбиеледі ғой. Иә. Орыс болып кеттік па? Шоқынып кете жаздадық қой. Жаздадық, қараңыз, жаздадық. Бірақ болды ғой. Басын бәйгеге тіксе де осы деп осыны көксеп кеткен. Ертең ұрпағым қазақ тілсіз қалмасын деп. Міне жаңағы отанымызға деген сүйіспеншіліктің де жоғалғаны сол жоғалып кете жаздады деп айтадымыз. Жаздады болғанда қараңыз да. Сіздер бүйтесіздер. Ана билікпен келісімге барған адам жексұрын. Онда бәрін алып тастайық. Неге сіздер кеше ғана бізбен жүрген адам неге енді бізді сіздер деп жатсыз? Чаттан шық, биліктің партиясына бардың, сатып кеттім деп отырған мен емес қой. Дұрыс па? Иә, рас. Сіздер айтып отырсыздар. Сондықтан қараңыз, егер үйтіп қарайтын болсақ, онда жаңағы оппозицияңызды сызып дедім ғой. Оппозициядан ары барайық. Қонаев сызып тастаңыздар. Коммунистік партия мүшесі болған. Құдай жоқ деген коммунистік партия. Өзбекел Жәнібекті сызып тастаңыздар. Жұмабек Тәшеновті сызып тастаңыздар. Қазақ музыкасының тарихынан Манарбек Ежановты сызып тастаңыздар. Өйткені ол бастаушы Компартия ұлы данам деген сөз жазған әндеріне. Одан ары барайық. Ыбырай Алтынсаринді сызып тастаңыздар. Құнанбай, Абайдың әкесі, сызып тастаңыздар. Патша үкіметімен келісімге барған. Абайды сызып тастаңыздар. Болыс болған. Өзі де жазады. Болыс болды, мінекей, взятка беріп болыс болған. Болыс болды, мінекей, бармадым шығындап деп өзі айтады. Сызып тастаңыздар осында. Егер ұлтының мүддесі үшін әлде қандай әрекеттің жолын тапқан адамдардың бәрін сатқан десеңіздер, осының барлығын сызып тастаңыздар, және мен де осылардың қатарына қосылуға дайынмын. Сонда қазақтан не қалады дейсің? Дайынмын мен солардың қатарына. Егер солай істеген адамның бәрі сатқын болатын болса, мен солардың қатарында болайыншы онда. Онда сатқын емеспіз дегендер жақсы болып жүре берсін. Жақсы, жарайды. Мәнсап іздеп бармаймын дейсің, дәулет іздеп бармаймын дейсің, халықтың мүддесін қорғауға барамын дейсің. Қазір салмағың қанша? Мен өмір салмағым 65 пен 68-дің арасында жүреді. Жаздың күні 68-ге көтерілем, өйткені күн ыстық болады, кішкене су көбірек ішемін, қарбыз жейсің, жеміс-жидек жейсің. Қыстың күні 65 кетсем, кейде 63-64 болып қалады. Жақсы, 70 дей салайықшы. Қадірменді ағайын, бүгін ақпанның 8-і 2023 жыл. Ринат мәжіліс депутаты жаңағы билік партиясының атынан болуы мүмкін. Келесі жылы өлшеп көреміз. 90 болып отыра ма екен, жоқ әлде 80 бол, әлде 60-қа түсіп қала ма екен, әбден қанын ішіп қойып ана партия. Бір Құдай біледі. Мүмкін ғой екеуі де. Енді дәке, шындықтың көзіне қарайтын болсақ, Алатау театрының директоры жемқор болатын болса, депутат оның жанында қайыршы. Шын айтам. Жемқорлық менікі емес дейсің ғой. Ақша жемеймін дейсің ғой. Маған қажет емес ол. Мен ол үшін өмір сүретін адам емес. Басқа сөзіңе сенбесем де осыған сенем. Жемқор емессің. Оның рас. Мен жалпы ақша үшін өмір сүргім келмейді. Оның рас. Болды. Бірақ бұл жерде мұны Дума Мұхаммедкәрім қайтадан Ринатқа сеніп қалды. Ертеңінен бастап Ринат досым, Ринат бауырым деп айтады деген сөз емес. Ринаттың өнерін енді осыдан кейін мәжіліске барғанда көрерміз. Онда қосарың бар ма? Болдық па? Қосарым жоқ, енді жалғыз өтінішім бар. Олай үшін енді бір жаққа бара жатқан адаммын ғой. Артқа бұрылдыра бермеңдер. Басқа кәнденді рұқсап аяқтан балақтан тістемеш. Артқа бұрылдыра бермеңдерші Құдай үшін. Осы мына әңгіменің басын ашып алайын деп осы сұхбат беріп отырмын. Енді кезекте мен жасырмаймын. Мен партияға кірдім ба, ең соңғы беделін өсіру үшін жұмыс істеймін. Өйткені бардым, уәде бердім ба, істеймін. Олар да уәдесінде тұруын талап етем бір жағы, үміттеніп тұратын шығар деп. Сол сияқты. Енді қазір неге мынау бұлай, неге бүйтті, неге сөйтті демей тұра түсінші. Сайлау бітсінші, мен көрейінші осында результат не болады. Өзіме де қызық болып тұр не болады. Мен қазір ішінде мінендей бір үміт бар да, мінендей. Әне күні съезде ана жігіттерді көргеннен кейін, Мақсатты көргеннен кейін, Есенді көргеннен кейін, Есен түгіл Елеукенді, Асхат Аймағамбетті қайта-қайта айта бермесін. Аманжол Әлтаевты көрдім, Жанарбек Әшімжанды көрдім. Қадау-қадау қазақ деп ойланатын жігіттерді көріп отырмын. Ерлан Сайыров бар ішінде. Кім не десе о десін, мен жақтаймын ол жігітті. Өйткені ол айтарын айтып жүр әйтеуір. Сол жаңа бәленбайының ішінде. Жын ойнап кетсе түкіргенім бар деп айта салады дейсіз ғой.
Ол да оған да айтып отырмын, халықтың алдынан атынан сөйлейтін адам төкірем қақырам ол өзін шаруасы, ол халықтың атынан сөйлеп. Айтпақшы сәлем айтшы Ерлан Сайыров ағамызға. Ереке көріп отырсаңыз, сұхбат берем деп едіңіз ғой. Билік партиясынан бірінші болып берейін, думан өзіңмен сұхбаттасам, Әкежан Қажыгелдинмен өткен сұхбатыңа ризамын деп едім. Жоқ болып кеттіңіз ғой. Береді ол кісі. Ондай не емес. Енді қараңыз, айтып олайын. Мынандай өзгеріс бар шығар деп үміттеніп отырмын. Өйткені қазақта менің қазіргі түсінігімде өзгертудің басқа жолы жоқ. Тек қана жаңағы жұрттар айтпақшы, ойбай көшеге шығу керек, бірақ көшеге шығуда мен ешкімнің қанын көтергім келмейді. Қазір мынандай үмітім бар, өтірік айтпаймын. Мен осы үмітті аяғына насихаттаймын. Кезінде Қосановқа да дәл солай сенгем. Қазір айтып отырмын. Егер шынымен партия өзгеріп жатса, өзгеріске ұмтылып жатса, мен көмектесуге дайынмын. Ұлттың мүддесінде. Оған мен қосымша ақша да сұрамайым, қосымша лауазым, не болмаса басқа ештеңе сұрамайым. Баяғыдан айтып жүрмін. Маған тіпті депутаттықта қажеті жоқ, жалпылап алғанда. Егер маған қазір айтатын болса, Ринат, сен жылына парламентке 2 рет келіп тұрып, өзіңнің ойыңды айтуға хақың бар десе, депутаттың айлығы да міндеттігі жоқ. Рахаттанып үйде жата беретін. Ал бірақ ол заңға қарамағайшы дейді. Дұрыс па? Қоғамдық кеңес дейді, бар, оның айтқанынан ештеңе өзгермейді, ешқандай әсер бермейді. Жалғыз жол не? Парламентке барып көру. Мен осы уақытқа дейін партия мүшесі болған адам емеспін. Ешқандай. Осы уақытқа дейін ешқандай мәслихат, қалалық, аудандық болып көрген адам емеспін қатарында. Мен айтыста айтып көрдім, ештеңе өзгере қоймады. Халықтың алдында кішкене азғаны бедел пайда болды. Мемлекеттік қызметке бардым, азаматтық қызметке әкімшілік арқылы лауазымда отырып хат жазамын, жауапсыз. Мына жерде ақша ұрлап жатыр десең де ешкім білмейді. Ендігі баратын үмітім парламентке барып айту керек шығар. Егер ол болмаса, онда мен күдер үздім, рахмет, мен барып шығармашылығыммен айналысайын. Онда демек мен қателескенім. Ол билік жаққа ғана емес, мен ел жағына да қателескенім болады. Мен қайталап айтамын, бәрі халықтың өзінің қолында. Отырып алып үйде жаза беру менің де тілегім, мен де аяғым қозғалтқым келмейді, бөксем қозғалтқым келмейді. Бірақ дәке өзіңіз де көріп жүрсіз. Аяғың жүрмесе, қолың істемесе, ештеңе өзгермейді, өнбейді. Ол оппозицияға да қатысы бар, билікке де қатысы бар. Әр адам жүрсін, тұрсын орнынан, қазақ екенін түсінсін. Мен осы мемлекеттің иесімін, мен мына қоғамның мүшесімін деп бәрі тану керек, бәрі білу керек, соны сіңіру керек, соны түсіну керек. Сайлау болды ма, барсын. Мынада будет билікте қорқытқысы келсе, барып айтсын, міне әлеуметтік желіде чат құрылсын, фотосын берсін. Мен міне бардым, мен қарсы дауыс бердім. Неге өтеді деп сосын бұлдасын. Ал үйде жатып алып, бәрібір жеңеді ғой деп. Бәрібір жеңеді ғой деп. Одан кейін олар жеңгеннен кейін барып, мыналар неге жеңеді деп айтты. Мен айттым ғой деп қойып. Ол кешіріп қойыңыз, одан сөнбейді, одан ел өзгермейді, одан ештеңе өзгермейді. Сондықтан әркім өзі қатысу керек те. Жоқ, оның рас. Біз де қарекет жасап жүрміз, бірақ біз қарекет жаңағы билік партиясының ішіне барып кіруге арландық. Мысалға. Ал сен арланбадың. Оған несі ар? Мен Байбектің қоласына барып отырған жоқпын. Назарбектің қоласына барып отырған жоқпын. Бірақ артында бәрібір солар тұр ғой. Мен қазіргі партияның жағдайын көріп отырмын, артында ол тұр дегенге, дәл осы мен айтқан екі Байбек, Назарбек тұр дегенге сенбеймін қазір. Көрейік. Енді жаңағы мәселелерді парламент қабырғасында көтеретін болсақ, ол өнеріңді де көрейік. Негізі сенің алдыңда көптеген мықты ақындар, мықты жазушылар болған. Шерхан Мұртаза болды, не жаманшылық көрдіңдер? Шерхан Мұртаза болды, Мұхтар Шаханов болды, не жаманшылық көрдіңдер, дәке? Артынан не? Үнсіз қалды ғой, артынан ол парламенттер тарады. Дәке, Шаханов 80-нен асты енді, ол 100-ге келгенше селкілдеп енді сөйлеп жүрген емес шығар енді. Беріңдерші тыныштық ақсақал отырысында. Заманда қылышынан қан тамып тұрған коммунистік партияның алдында, желтоқсаншылар наркоман емес, алқаш емес, қазақтың бостандық тілеген жастар деп айтқан кім? Назарбаев айтты ма соны? Яғни Мұхтар Шахановтың орнына кіріп, қазір жас кезінде ол коммунистер партиясымен алысы... Толқын туады, толқынды толқын қуады. Бір ауыз сөзбен айтқанда. Болды. Жақсы көрейік ол өнеріңді. Иә. Іске сәт. Құдай көрсетеді. Асырып жатқан тағы мен емес. Бәрі өздері.
асығып жатқан әлеуметтік желіде шулайды, ойбай бүйтіп кетті, сөйтіп кетті, шыбық демей шыңқ етеді, бәрі әлі ештеңке болған жоқ. Анау біздің үйтіп жатқанымызға Ринаттігінен жауап берсе, оған зиян тиеді. Маған жанашып жатқан ешкім жоқ қой. Ешкім жоқ маған жанашып жатқан. Кешеге мен оған дөк білемеймін. Кешеге дейін Думанның жанашысы, бүгін Думанның да жанашмай қалды. Маған біреумен жарылқасын деп жүрген адам емес. Айтып отырмын ғой, мен ертең бұл дүниеде де менің өзімде кез келген адам бетіне тура қарап осылай сөйлесіп, өзімнің позициямды дәлелдегім келеді. Менің балаларымда ұялмай ертең мен бетіме ешкімге басамайды. Сен мына жерден мынша ақша алдың, міне сен мынандайсың, сен сатқансың. Иә, айтып шықты ғой, Сәлем Сошылдан ақша алдым. Бардым, жұмысымды істедім, алдым. Ол жұмыста қазақтың руханиятына зиян келді деп ойламаймын. Пайда келгенін білемін. Сондықтан кішкене сабырлық қылмаған өздері. Мен шықтым, жауап бердім. Қайталап айтамын, осыдан кейін артқа қаратып сықыра бермеңіздер шарттан. Жоқ, мен бет алды жамандамайтынды білесің. Ұсыныс болса, арасында сынамаймын деп те айтпаймын. Арасында бір сын болар. Әке, ертең сіздердің де бет алды жамандамай, балақтан тістемей қорықпа. Сіздердің де ойбай сатқын деп айтып жатқандарыңыздың маған тиетін жері. Егер мен ертең Құдай қалап бір жерге сайланып кетіп, ойбай деп партияда беделді болып, сосын шығып алып, мына думандарың оттай береді деп телефон алмай, сізбен хабарласпай сырт кетсем, сол кезде айтыңыздар, мынау сатып кетті деп. Әзірге ондай болған жоқ, бекер айып тағып жатсың дейсің бе? Мен Алматыда жаяу жүрген адам. Егер олай болатын болса, одан кейін мәжілісте өнеріңді көрерміз. Олай болса, жаңағы мен қателескен болсам, онда елдің алдында ант етем, кешіріп сұрайым. Сосын екеуміз бірдей қателесуіміз де мүмкін. Мен оны жасырып отырған жоқпын. Сондықтан әр нәрсеге сабырмен қарау керек қазір. Әлгінде айттым ғой, мына сайлауда өтпей қалуы мүмкін, сосын жаңағы партияға кірдім, о жерден де өткізбей қалуы мүмкін. Яғни бұл сайлау әділ өтпейді деп ойлайсың бе әлде? Білмеймін ғой мен. Көргем жоқ қой. Енді билік партиясын кеше сөйлестің ғой, олар айтқан жоқ па? Олар айтып отыр. Сайлауды күш қатырамыз деп? Жоқ, олар айтып отыр. Сол сайлау қауіпті болады деп тұр. Сондықтан партияның беделін көтеру керек деп тұр. Егер олар ондай сөз айтып отса, демек не жоғары жақта тартыс болып жатыр, не эксперименталды түрде көрмек. Қауіпті болып жатыр дегені, яғни тәуелсіз кандидаттар өтіп кетуі мүмкін деген сөз ғой. Мүмкін. Яғни бізде олма шанс бар. Мен қатарына кірген партиядан басқа партиялардың да озып кетуі мүмкін. Оны шешетін халық. Жалғыз Ринат емес қой. Думан бар, Динара бар, Инга бар, Мұхтар Тайжан бар, Арман Шораев бар. Барыңыздар, топтасыңыздар жан-жағына. Кімдікі дұрыс дейсіздер, топтасыңыздар бар. Бірақ ең бастысы жаңағындай цифр болмасыншы. Не ол 18%? Сонда ана қалғанына Қазақстан керек емес па? Қазақтың болашағы керек емес па? Келісінде қатысын, дәлелдесінші әрқайсысы. Мұны осы мына камераға қарап тұрып айтшы. Ой, қайда қарап айтсаң дос, міне камерада тұр. Жақсы, көп рахмет. Сонымен қадірменді ағайын, міне билік партиясына кеше ғана барып қосылған Ринаттың өзі де айтып отыр. Барлығы сіздердің өздеріңіздің қолдарыңызда. Ертеңгі өтетін сайлауда, бұл тағы да агитация деп бағалап қалмасын кейбір адамдар. Мен де бір аптадан астам уақыт соттасып жүріп, кеше ғана, бүгін ғана жеңіске жетіп қайтадан кандидат болатын түрім бар енді. Сондықтан мен де байқап сөйлеуім керек, бірақ мен ешкімге агитация жасап отырған жоқпын. Халықты сайлауға шақырып отырмын. Мынау алдағы болатын сайлауға Думан қағылып қалса да, басқасы қағылып қалса да, қалады ғой оппозициядан тәуелсіз кандидаттар. Міне соларды барып қолдауымыз керек. Тым құрмағанда өздеріңіздің үндеріңіз шығарып көрсетулеріңіз керек. Тәбәріш Тәкаев айтқан диван батыр болып қашанға шейін отырамыз. Сіздер не ойлайсыздар? Осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар, арнаға жазып сілтемесін барынша тарата жүріңіздер. Кеше жарық ешкісі арғы қайын.